Олай қарасақ, біздер оны ластап жатқан жоқпыз ғой. Соны айтшы қоян, орманда ешқандай жүретін жер қалмады. Жалпы адамзат, табиғат, орман біздің үйіміз екенін біле ме екен? Я, білмейтін сияқты адамдар. Ойларына келгенін жасайды. Орманға демалуға келеді отбасымен. Достарымен болғанса барлық қалған қалдықтарды сол жерге тастап кетеді. Дұрыс айтасың қоян. Болғанса жаққан оттарын дұрыс өшірмейді. Соның салдарынан орман өртке түседі. Мен қазір келемін. Түлкі, қоян қайда кетті? Білмеймін, адамдарға ренжіп қалған сияқты. Ренжіп қал? Барлық жерде қоқыс, чипсінің қабығы, соқтардың қабығы. Бұл деген табиғаттың апаты ғой. Я, табиғи апат. Оның алдын алуымыз керек. Кетіп бе қоян? Я, келдім. Адамзат біздің ұрпақтарымызды құртып жатыр. Біздің тұрақты орманымызды ластап болды. Оны адамдарға айту керек. Айтайық, олар да біздің жан айғайымызды естісін. Не үшін? Ойлап шығарды. Егер өздері қоқыс салатын жәшіктерді пайдаланбаса, Мүмкін, оны не үшін пайдалану керектігін білмейтін шығар. дұрыс, айтасың. Ендеше адамдарға барайық. Барсақ барайық. Адамдар, біздер сіздерге өзіміздің ренішімізді айтуға келдік. Не үшін? Біздің қателігіміз неде? Сіздің қателігіңіз, сіздер өз үйлеріңізді жақсы көресіздер ме? Ал мына орман біздің үйіміз. Бізде таза жерде тұрғымыз келеді ғой. Дұрыс айтасыздар. Айтқандарыңыз ішінде өтірігі жоқ. Біз табиғатты аяламаймыз, жинамаймыз, еріншекпіз. Табиғатқа демалуға шығамыз, бірақ артынан жинамаймыз. Өртте біздің кесірімізден болады. Бәрі біздің кінәміз. Кешіріңіздер. Барлық адамдардың атынан кешірім сұрайды. Жақсы, бізді түсінгендеріңізге. Ендеше барлығымыз тазалық акциясын өткізейік. Әрине, дұрыс айтасыздар. Ендеше тазалықты бастайық.